bir хадисінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи Тирмизиде, имам Ахмадта келтірілген хадистерде, Ат-Табарида бір сапарда болады. Сосын сол сапарда болған кезде сулары болмай қалады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи адамдар қиналғаннан кейін судан жаңа ғана жақында босаған бір торсық бар ма дейді. Сон бір торсықты алып келеді оған. Жаңа торсықты қолына бет пайғамбарымыз ұстайды да, анадан су төгіледі. Сахабалардың бәрі келіп, бірінен соң бірі жаңаға ішіп, дәреттерін алып атады. Күлісі ішіп болғаннан кейін андай сөзді айтады. Я айюханнас, ей адамдар. Айюл холқи ағжабу иманан. Жаратылыстардың иманы тұрғысынан ең ғажабы кім білесіңдер ме дейді. Сонда сахабалар айтады: Әл-мәләикату я Расулаллах. Періштелер ғой Аллахтың елшісі дейді. Ва ма лахум ла юъминуна ва хум инда раббихим. Олардың иманы неліктен ғажап болады? Олар Раббысының құзырында емес па дейді. Фән-набиюна я Расулаллах. Онда пайғамбарлар ғой дейді. Ва ма лахум ла юъминуна вал вахью янзилу алейхим минас-сама. Олар иман келтірмейтіндей не болды? Вахи түсіп жатыр емес па дейді оларға. Фанахну я Расулаллах. Аллахтың сонда біз ғой дейді сахабалар. Ва ма лакум ла туъмину ва Расулуллахи байна азхурикум ва тарауна ма тарауна. Сендер иман келтірмейтін не болды? Мен араларында жүр емеспін ба дейді. Және де көрген нәрсені көрдіңдер дейді жаңа торсықтағы. Валакин қаумун яътуна мин баъдикум. Сендерден кейін келетін қауым болады. Аману би, маған иман келтіреді. Валам ярауни, мені көрмеген дейді. Ва яджидуна китабан байна лаухайни. Мына кітапты тауып алады дейді Құранда. О кезде әлі бұл кітапқа түспеген ғой. Екі мұқабаның арасындағы кітапты тауып алады дейді. Құранда айтып отыр. Ва яқраунаху, соны оқиды. Ва юъминуна бихи, иман келтіреді. Ва яттабиғунаху, ереді соған, ереді. Ва яъмалуна бима фихи, сондағы нәрселерге амал қылады. Фаулаика, ағжабул халқи иманан, солар ғой имандары ең ғажап деген нәрсе. Қандай хат жіберіп отыр мына заманда сақтану үшін, ұстап беру үшін дініңді, адалдығыңды Аллаға деген хат жіберіп отыр ғой, міне көрдіңіз ба? Одан кейін бір несінде айтады: Ва мин вароикум айямус собри. Ей сахабаларым, сендерден кейін сабырлықты өте қатты қажет ететін замандар келеді. Ас-собиру фихим аля динихи кал-қабиди алал джамри. Сол замандарда дініне ең төзімдісі дейді сол мұсылмандардың қолында қызған шоқты ұстап тұрғандай болады дейді. Дін сондай дәрежеде болады дейді ұсталуға. Шахауат қайнап атқан айналада. Көрдіңіз ба? Шығып кету қаупі бар шеңберіңнен. Лил мутамассики фихинна алама антум алейхи минал ағмали. Сендер істеп жүрген амалдарға сол күндерде бекем болғандарға дейді. Сендер істеп жүрген амалдарға сол күні бекем болғандарға ажру хумсина ражулан минкум. Сендердің елулеріңнің сауабы жалғыз өзіне жазылады дейді соған. Қараңыз, қандай нәрсеге дейін беріп жатыр да серпіліс. Мынаның бәрі сахих хадистер. Ойдан шығарылған тексерілетін хадистер емес. Күллісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жеткен. Сонда сахабалар таңғалып: Я Расулаллах, хумсина минна ау минхум. Елу адамның сауабы біреуіне, өздеріне кәсік шығар мүмкін елу адам, біз емес шығарымыз дегенде, бәл хумсина ражулан минкум дейді. Сендерден болған елу адамның сауабы жазылады. Көрба, сондықтан біздің бүгінгі мынау өзіңнің осы өзіңе берілген нәрселерді ұстап, шахауаттардан, арам нәрселерден сақтану, ер бол, әйел бол. Көрсі, исламның мінез құлқын сақтай алуың, исламның өзіңе берілген тапсырмаларыңды, істеп жүрген амалдарыңды сақтай алуың, құндылықтардың барлығы. Қара, 50 сахабаның сауабы. Ол тек қана жаймен мұсылманмын деп жүрген адамға айтып тұрған жоқ. Кім берік ұстанса, бір Құранға иман келтірсе, Құрандағы амалдарын жасаса,
оған ерсе деген шарттарын қойып отыр да.